Алматы қаласының Қонаев көшесінде орналасқан халық композиторы Нұрғиса Тілендиевтің қара шаңырағында болып қайттық. Мемориалдық музей Алматы қаласы әкімдігінің мәдениет басқармасы мұражайлар бірлестігіне қарайды. Даңқты композитордың өзінің өмірінің соңына дейін осы шаңырақта тұрған. Бұл музейдің ерекшелігі, бұл сол кісінің өзінің өмірінің соңына дейін тұрған үйі болып табылады. Пәтердің көлемі 220 шаршы аумақты құрайды. Оның ішінде 4 бөлме арнайы экспозицияларға арналған. Қонақ, жұмыс, демалыс, жатын бөлмесінен тұрады. Экспонаттардың саны белгісіз. Ашылғанына 1 жылдан астам уақыт болғандықтан мамандар әлі санап үлгермепті. Ол кісінің арнайы қазақы бөлмесі болған. Бұл бөлмеде ол кісі өзінің жаңағы замандастарымен, достарымен, шығармашылықта жүрген жолдастарымен осы бөлмеде демалып, әңгімелесіп, сырласатын болған. Осы 4 бөлмелі пәтердің ішіндегі қазақ бөлмені ерекше атап айтуға болады. Өйткені Нұрғиса Тілендиев өзін басқадан оқшаулағысы келген жағдайда осы қазақы бөлмеге келіп демалған, рухани өрісін әлдилеген. Бөгде адамдардың кіруіне тыйым салған, беталды ешкімді кіргізбеген. Даңқты композитор Нұрғиса Тілендиевке елбасымыз 1998 жылы ол кісі ауруханада жатқан кезде еліміздегі ең үлкен атақ, халық қаһарманы атағын беруге арнайы келген. Ол кісі Нұрғиса Тілендиев өзінің қолжазбаларында естеліктеріне жазады, қай елдің елбасы келіп, сол елдің азаматын келіп халін сұрап, жаңа халық атағын беріп жатыр деп. Мына күйсандықты Нұрғиса Тілендиев мектепте оқып жүрген кезінде анасы сыйға тартыпты. Бірқатар музыкалық шығармалардың дүниеге келуіне дәл осы күйсандық себепкер болған. Көптеген ұлы туындылардың куәсі болған музыкалық аспаптың 80 жылдық тарихы бар. Музыкалық аспабы Дариға домбырасын көруге болады. Бұл домбырамен өздеріңіз білесіздер, көптеген өзінің бүкіл қазақ даласында бүкіл әлемге әйгілі шығармалардың шығуына арқау болған. Бұл картинаны Әмен Қайдаров деген кісі Нұрғиса Тілендиевке салып сыйға тартқан 1985 жылы. Көрнекті композитор Нұрғиса Тілендиевтің музейіне сапарымыз осымен аяқталады. Өнерлі жанның шынайы келбетімен танысамын деушілерге музейдің есігі айқара ашық. Жантас Тұран, Нұрлан Досмағамбетов, Жаңа күн.